Сәлем достар, сіздермен мен Сәтен Қуаныш. Біз бүгін өзімізге ыңғайлы кішігірім бір бөлмелі үй салатын боламыз. Ендеше кеттік. Бір бөлмелі үй салу үшін бізге мынандай көк мата керек, потом ақ мата керек, потом мынандай жарық түсіретін керек. Потом бізге мынандай ящиктер керек. Өздеріңіз білесіздер қандай цвет алсаңыздар да. Бірінші мына жерден ақ матамен 2, 3, 4 тал істейміз. Потом былай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Былай 10 тал жіберіп, потом қайтадан 4 тал істейміз. Потом мынау көк матамен былай. Осылай істейміз. Қайтадан ақ матамен былай жүргізіп шығамыз. Потом бері қарай 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына жерден 4-те. Потом мына жерге тағы да 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Осылай. Потом мына жерден былай. Потом үстін жүргізіп шығамыз. Мына жерін былай. Мынандай 2 блок терезе болады. Міне осылай. Мына жерде 3 блокты терезе болады артында. Мына жерде қайтадан 2 блок терезе. Міне осындай терезе болады. Потом біз крышасын жабамыз. Оны мынандай цветпен жабамыз. Потом фон істейміз.
Кешіріңіздер, телефон кішкене қуып отыр. Осылай. Потом, наверное, былай. Осылай. Потом мынандай алдым мен. Бұл менде 3 блок. Потом жерге қайтадан көк, ашық көк. 2 блок ары қарай. Алтына 2 блок. 2 блок. Мына жерге де алтына 2 блок. Мен потом терезелерін қойып шығамыз. Ана жерде 3 блок болғатты, кешіріңіздер. Потом мына жерде де 3 блок болады. Мына жерде осылай терезе жасаймыз. Потом есігін қоямыз. Потом мына жерге мынандай ступенькалар қоя саламыз. Шығу үшін, түсу үшін. Потом мына жерге төсек қоямыз. Қойылмайды екен ақ. Бүйте саламыз. Потом мына жерге былай ступенькалар қоямыз. Осылай қоя саламыз. Потом біз осылай научный заттарымызды саламыз. Былай. Типа шкаф сияқты ғой. Потом мына жерге үлкен орындық қоямыз. Кешіріңіздер, жаңбыр кетті. Осылай істейміз.
көп. Осымен біздің видеомыз тәмамдалады. Сіздермен бірге болған мен Сәтен Қуаныш. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, жақсы комментарийлерді жазып кетіңіздер. Ендеше сау болыңыздар.